ларингит не бол. Олар өздері бөлек тұратын, бір күні келіп біздің үйге келіп болында, сосын обычно они вызывали скорую қайта-қайта. Сосын түн ішінде оятады, мама дейді, не десем, мені скорый шақырайық дейді, не болды десем, одышка болып жатыр, анау деген прям хрип у него, прям не может дышать. Сосын мен айттым, көп құрсын, не істейсіз скорый шақырып. Біздің үйде енді Айболит дейміз енді, атамыз Айболит, ата. Балалардың немерелердің бәрі ата, мен мына жерім ауырып жатыр, мына жерім ауырып жатыр, оқып жіберші маған дейді. Сосын ояттым да, мен айтамын, мына баланы түрде нетіп жатыр. Сосын как раз спрей болып, сосын антивирус болды. Спрейді шаштық, сосын атасы обычно капельно бермейді, ол деген тек чайный ложкамен тек аузына нетіп құйып жіберді. Содан кейін шамалдан кейін оны ұйықтап қалды. Ертеңгісін нормально тұрды, ол целый день берді, и нормально у него все прошло ларикеттері. Енді қазір немерелеріміз тағы кешеде осы жақында ауырды, кішкентай 9 айлық немереміз. Ол да сол жағы сондай хрип, сондай не болды. Уже ешқандай жағы врачқа да барған жоқпыз, көрсетпеген жоқпыз. Антивирус бердік. Сол антивирусымыз кішкене жоқпыз, да? Сосын дыхательный шамал. Ешқандай дәрі бермеңдер дедім. Иншалла. Құдайға шүкір. Сосын жаңағы бұндар қалыса айттыңыз. Менде жаңа дозы деген жоқ, 1-2 деген. Мен жаңа неге құям? Жоқ, кішкентай нешік аламда. Жартысына жетпейтіндей, где-то сондай жаңағы шайның ұшы бар ғой. Сөйдемде бүйтін аузына құйып жіберем, оны дейді. Все. Олар да уже үйренген. Антивирус дейді жаңағы. Сосын менде еще тағы бір құлағым нететін бір ысып кетеді да іші деген. Лор врачқа бардым, көрсеттім, грибок деді маған. Кап детеді бір берді бізге, соны тақып прокапывал, онда да ештеңе қойған жоқ. Сосын жүре бердім мен, қайта-қайта. Жүре бердім, не обращал внимания уже. Құршыш, мен істеймін. Соны осы продукцияны ішкеннен кейін, мен қарайып, уже ешқандай құлағым уже перестало. Как бы ыстық бір нәрсе болатын, ештеңе не чувствую.